Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге хачапури дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше әрі тойымды. Сонымен бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, және оның үстіне жылы су, жылы сүтімізді, сұйық майымызды, шекерімізді және де қантымызды, аштығымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 1-1,5 сағатқа ашытуға қалдырамыз. Ашыған қамырды осылай пергамент қағаздың үстіне жайып алсаңыздар болады. Қалаларыңыз бойынша 3-ке немесе 2-ке бөлсеңіздер болады. Мен үлкен бір хачапури жасадым. Осылай оқтаумен жайып, видеодағыдай ортасына сыр салып түйіп аласыздар. Түйіп болғаннан соң қамырдың мына бетіне ауыстырып, осылай ортасынан кесесіздер де сырдан тағы да аздап салып, шет-шетін кішкене ашасыздар. Тағы да тестамызға осылай жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін қызып тұрған духовкада 20-25 минут бойы 220 градуста пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскен хачапуриіміздің үстіне бір жұмыртқамызды жарып, 2-3 минутқа қайтадан қызып тұрған духовкаға пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің хачапуриіміз осылай болып пісіп шықты. Дәмі өте ерекше, дәмді әрі тойымды, тіске басар. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.